Өміріңізде бір рет болсын баклажаннан пицца жасап көрдіңіз бе? Немесе жеп көрдіңіз бе? Егер жеп көрмеген болсаңыз, мен сізге осы рецептті ұсынғым келіп отыр. Өте керемет, жұп-жұмсақ, ауызда еритін рецептті қабыл алыңыздар. Ең алдымен баклажанымызды жақсылап жуып аламыз бірнеше қайтара. Одан кейін полотенцемен, яғни сүлгіменен кептіріп сыртын. Одан кейін осылай пышақтың көмегімен турап алатын боламыз. Қалыңдығы дәл осы менікі сияқты болса, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Бізге небәрі 2 штук баклажан жететін болады. Дәл осы мини пиццаларымыз ауызда еритін керемет рецепт қой мынау. Енді туралған баклажандарымызды арасын шамалы алыстау қойып, осылай тізіп шығатын боламыз. Бетіне аздап тұз себуді ұмытпаңыздар, дәмін келтіреді. Қызып тұрған пешімізге 10 минутқа салып алатын боламыз. Ендігі кезек бізде теркадан сырымызды өткізіп алатын боламыз. Сіз кубиктап турасаңыз да болады, немесе дәл мен сияқты осылай теркадан өткізіп алсаңыз болады. Енді дайын болған пештен алынған баклажанымыздың үстіне томатный паста немесе кетчупымызды әдемілеп осылай жағып шығамыз түгелімен. Бетіне әдемі болып туралған өзіміздің жаңағы сырымызды қойып шығатын боламыз. Барлығына бірдей осылай бөліп қойып шығамыз. Келесі бізде осылай майдалап әдемі болып кубиктап туралған колбасамызды осылай бетіне қойып шығатын боламыз. Қойсаңыз да болады, қоймасаңыз да болады. Енді деген пицца дәмді болып шығады. Тағы да 10-15 минутқа сырымыз ерігенше пешімізге салып аламыз. Міне бізде пиццамыз дайын. Өте керемет, ауызда бірден еритін, баклажанды ұнатпайтындар бірден баклажанды ұнатып, жегісі келіп тұратын адамдардың қатарына жататын боласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк, комментарияңызды аямай басып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ұлданай.